тереңіне мәңгі батқан жәдігерлер, елес кеме қалдықтары және ізсіз жоғалған қалалар. Бұл фантастикалық романда ғана кездесетін ғажайыптар емес. Қираған қалалар мен ежелгі заманның заттарымен тиелген тарихи кемелер мұхит түбінде жатуда. Бұның барлығы су асты археология саласының зерттеу объектілері. Зерттеушілер су астындағы артефактілерді анықтап, оларды зерттейді. Олардың көздегені қазына іздеуде емес. Су асты археология ғылымының мақсаты ежелгі климат пен жағалау сызықтары туралы маңызды ақпарат анықтау және адамдардың теңізде қалай жүзгені мен мыңдаған жылдар бұрын өмірдің қандай болғанын баяндау. Сонымен біз су астынан не таба аламыз? Қазіргі заманда таяз тереңдіктен табылған заттардың ішінен біз ежелгі артефактілердің барлық түрін таптық. Бұл аймақта ата-бабаларымыздың қалайша балық аулағандары, кемелерді жөндегендері, қоқыстан арылғандары, тіпті қарақшылар туралы да деректер бар. Бұл тек жуырда қалыптасқан тарихымыз емес. Ұлыбританияның Норфолк қаласының жағалауынан 800 мың жылдық аяқ іздері табылды. Таяз тереңдікте жатқан қала қалдықтары жер сілкінісі, цунами және батып бара жатқан тектоникалық плиталардың мұхитқа бату нәтижесінде теңіз түбінен көтерілді. Таяз тереңдікте кез келген суға батқан ежелгі қаланы кездестіруге болады. Себебі бірнеше мың жыл ішінде теңіз деңгейі айтарлықтай өзгерген жоқ. Мысалы, Италия жағалауындағы таяз суларда 2000 жылдық қала Бая жатыр. Бұл жерде Римнің ұлы отбасылары, сенаторлар мен императорлар салған құрылыстар қирандыларының арасында жүзуге болады. Дәл осы жерде апатқа ұшыраған кеме қалдықтарын көруге болады. Кемелер ескіріп, қолданысқа жарамай қалғанда, оларды әдетте өзен сағасында немесе таяз бұлақтар сияқты жолдан тыс жерлерде тастап кетеді. Археологтар бұл кемелерді су жолының дамуы мен құлдырауын, кеме жасау өнерінің тарихы жайлы ақпараттар алу үшін зерттейді. Мысалы, Даниядағы Роскил аймағында әдейі батырылған 5 кеме 1000 жыл бұрын викингтердің үрейлі ұзақ жолға арналған кемелерін қалай жасағанын мәлім етті. Егер біз сәл төменірек түссек, ежелгі порттар қабырғалары мен айлақтар тәрізді адамзат тарихындағы ең терең құрылыстар орналасқан қабатқа жетеміз. Дауыл, соғыс және соқтығысу салдарынан суға батқан көптеген кемелердің қалдықтарын да таба аламыз. Біз әлі де апаттық оқиғалардан қалған қалдықтарды зерттеу үстіндеміз. Мысалы, 18 ғасырдағы қарақшылар өмірінің құпияларын ашуға мүмкіндік беретін Blackbird кемесі. Алайда тағы 15 метр тереңірек деңгейде біздің дәуірімізге дейінгі 1 ғасырда пайда болған антикеттердегі кеме апаты қалдықтары сияқты жақсы қалыпта сақталған қазбалар бар. Жаңа табылған кезде оның ішінде мүсіндер, сауда жүктері, сондай-ақ астрономиялық өзгерістер мен тұтылуларды қадағалап отыратын антикеттер механизмі деп аталатын құпия құрылғы болған. Қазіргі уақытта бұл табылған заттар археологтарға ежелгі гректерге мәлім болған білім туралы маңызды ақпарат береді. Дәл осы тереңдікте біз дүниежүзілік соғыстар кезіндегі ұшақтар мен су асты қайықтарына тап боламыз. Ал 60 метр тереңірек түссек, адамзат тарихының ең алғашқы және сирек кездесетін қалдықтарын таба аламыз. Осыдан 5000 жыл бұрын құрлықтың алып жатқан аумағы үлкенірек болған. Себебі қазіргі теңіздердің көп бөлігін құрайтын су мұздықтарды құрған болатын. Біздің ата-бабамыз бұл құрлықтарда қоныстанған, ал қазір біз олардың су басып қалған тұрақтарын, тас құралдарын және аулаған аңдарының сүйектерін табудамыз. Бұл табылған заттар бізге бабаларымыздың көші-қон заңдылықтары, аң аулау әдістері мен технологиялары жайлы баға жетпес білім береді. Ал ең терең аймаққа бірде-бір адамның аяғы баспаған. Бұл аймақ адамзаттың пайда болуынан бұрын су астына батқан. Мұнда табылған санаулы артефактілер аспаннан суға түскен НАСАның Сатурн 5 зымыран қозғалтқыштары мен ең терең кеме апаттар қалдықтары 4000 километр тереңдікте жатыр. Мұхит адамзат туралы білімімізді үнемі толықтырып отыратын су астындағы үлкен мұражай іспетті. Қазіргі сәтте оның тек кішігірім бөлігі ғана зерттелген болса да, болашақта адам баласы көптеген жаңалықтар ашатынына сенімдіміз. IQ-дің жаңа бөлімдерінде көріскенше.